Саламатсыңдар ма балалар? Музыка сабағы басталды. Олай болса мен сендермен музыкалық аспап, яғни сырнай аспабының көмегімен амандасатын болам. Саламатсыңдар ма балалар? Саламатсыз ба ағай? Олай болса балалар, бүгінгі сабақтың тақырыбы тағамдар музыка әлемінде деп аталады. Бүгінгі сабақта меңгеретініміз қазақ халқының тағам сусындарымен танысатын боламыз, және де тағамдар туралы ән айтып, музыка тыңдайтын боламыз. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдаған музыканың немесе әннің көңіл күйін, мазмұнын көркемдеуіш құралдары арқылы анықтап салыстыру. Олай болса балалар, барлығымыз оқулыққа қараймыз. Қонақ күту атадан балаға мирас болып келе жатқан дәстүр. Қазақтар қонақты сыйлап, төрге шығарады. Олай болса жұлдызшаны қазақтың ақ дастарханынан дәм татуға шақырайық. Ал енді балалар, барлығымыз суретке қараймыз. Әжесі мен немересінің үйіне қонаққа кім келіп отыр балалар? Дұрыс, жұлдызша келіп отыр, я балалар? Ал енді әжесі мен немересінің ақ дастарханында қандай тағамдарды көріп тұрсыңдар балалар? Дұрыс, қазақтың сусыны, қымыз, және тағы қандай тағамды көріп тұрсыңдар балалар? Дұрыс балалар, бауырсақ тағамы тұр, я? Олай болса балалар, бүгінгі сабақта біз бауырсақ әнін айтып үйренетін боламыз. Әнді айтпас бұрын балалар, ең бірінші дұрыс отыру ережесін міндетті түрде орындаймыз. Және де дауысымызды ашып алу үшін бірінші біз дауыс жаттығуын жасап аламыз балалар. Балалар, дауыс жаттығуын жасау үшін бізге сырнай аспабының көмегі керек. Және балалар, дауыс жаттығуын жасаған кезде додан доға дейінгі ноталарды қол қимылдарын қосу арқылы орындаймыз. Олай болса бастаймыз балалар, дауыс жаттығуы. До, ре, ми, фа, соль, ля, си, до, си, ля, соль, фа, ми, ре, до. Келесі жаттығуды жасаймыз балалар. До, 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 до. Тағы қайталап көреміз. До, 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 до. Ал енді А әрпін қосу арқылы жасаймыз. Тағы бір қайталаймыз. Олай болса балалар, мен сендерге бауырсақ әнін орындап берейін, сендер жақсылап мұқият тыңдап шығыңдар. Әжем келді ауылдан, алақай ау алақай, әжем бары жақсы ғой, қуанышты балақай. Әжем бары жақсы ғой, қуанышты балақай, қуанышты балақай. Ақ қалтасын ақтарып, қос қолыммен уыстап, базарлығым балам деп төгіп жатыр бауырсақ. Базарлығым балам деп төгіп жатыр бауырсақ, төгіп жатыр бауырсақ, төгіп жатыр бауырсақ. Жарайсыңдар балалар. Ал енді осы бауырсақ әнін аудио ретінде тыңдап, ыңылдап, бірге қосылып айтып шығамыз балалар.
Балалар, бірақ әннің сөзін міндетті түрде жаттаймыз. Әннің сөзін жаттамасақ, біз әнді айта алмаймыз балалар. Сол үшін әннің сөзін міндетті түрде жаттап, бірге қосылып, айтып үйренеміз балалар. Ал енді балалар айтыңдаршы, қазақтың ұлттық қандай сусындарын білеміз? Дұрыс балалар, қымызымыз бар, және шұбатымыз бар. Тағы қандай сусындарын білеміз? Дұрыс балалар, айранымыз бар, Жарайсыңдар балалар, бұның барлығы қазақтың ұлттық сусындарына жатады. Яғни қазақ халқының үйіне қонақ келген кезде әрқашан ақ дастарханына қойылатын ұлттық сусындарымыз екен балалар. Ендеше балалар, келесі бізде музыка тыңдау, яғни ақ дастархан әнін жақсылап тыңдап шығамыз балалар. Балалар, ақ дастархан әнін тыңдап болсақ, ендеше мына сұрақтарға жауап береміз. Ән не туралы айтылған? Және ән қандай екпінде орындалған? Осы сұрақтарға жауап берейік балалар. Ал енді балалар, тағам сөзін біз үш тілде айтып үйренеміз бүгін. Тағам қазақша, еда орысша, және food ағылшынша балалар. Ал енді сусын қазақша, напиток орысша, dream ағылшынша. Осыны үш тілде жаттап аламыз балалар. Олай болса балалар, сабағымызды жалғастырамыз. Қазақтың дастарханы дөңгелек. Ай, күн, жер, қазақтың шаңырағы, қазақтың дастарханына ұқсай ма балалар? Осы сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Ай, күн, жер, немесе қазақтың шаңырағы, қазақтың дастарханына ұқсай ма дейді балалар. Осыны тауып, дәптерімізге жазып қоямыз балалар. Бүгінгі қонағымыз жұлдызшаға арналып жайылған дастарханымызда қандай тағамдар тұрғанын анықтайық балалар. Яғни біздің қонағымыз жұлдызшаға арналған суреттен қандай тағамдарды көріп тұрмыз, соны да дәптерге жазып қоямыз балалар. Ал енді балалар, кері байланыс. Бүгінгі сабақта көңіл күйің қандай болды? Бүгінгі сабақ саған қиын болды ма? Саған қандай тапсырма ұнады? Осы жөнінде смайликтер арқылы белгілеп көрсетеміз балалар. Ал енді сабағымыз аяқталды. Сау, сәлематта болыңдар балалар.